Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өзімнің жиі жасайтын жартылай фабрикаттарымның түрлерімен бөлісетін боламын. Бұл жартылай фабрикаттар қазіргі заманда жұмыспен үлгермей жатқан қыз-келіншектерге уақытын үнемдеп, дүкеннен сатып алғаннан да пайдалырақ. Алдымен жасыл бұрышты салмасымен дайындайтын боламын. Бұрышты жақсылап жуып алып, дәндерінен тазалаймын. Бұрыштарды дайындап тазалап қойдым, енді салмасын дайындайтын боламын. Салмасына пияз, сәбіз, қызанақты 4 бұрыштап турап, тартылған етке қосамын. Алдағы уақытта менің каналымда шығатын түрлі жаңа рецепттерді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Күріш салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сәл сұйық майды қосып, жақсылап араластырамын. Енді бұрыштардың барлығын салмамен толтыратын боламын. Дайын болған бұрыштарымызды мұздатқышта қатырып, қатқаннан кейін пакеттерге салып бөліп қоятын боламыз. Пісіретін кезде мантаваркаға салып, немесе подлив жасап, қазанда ерітпей-ақ пісіре беруге болады. Келесі дайындайтын жартылай фабрикаттарымыз котлеттер. Тартылған етке ұнтақ жармасын салып араластырамыз. Блендермен езіп алған пиязды, жұмыртқаны дәміне қарай тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Тартылған етті домалақтау формаға келтіріп, нанның үгіндісіне ауната отырып, котлет жасаймын. Бұл нанның үгіндісін қалай жасауға болатыны менің каналымда бар. Каналыма өтіп, қарап көрсеңіздер болады. Котлеттерді қатырмас бұрын міндетті түрде тақтайдың бетіне пленка төсеп дайындап алыңыздар. Котлеттерді пісіретін кезде табаға сәл май құйып, ерітпей баяу отта қуыра беруге болады. Келесі кезекте қолдың кеспесін дайындаймын. Оңға жұмыртқа мен аз ғана тұзды суды қоса отырып, қаттылау етіп қамыр илеймін. Жақсылап тынған қамырды жаятын боламын. Жайылған қамырды жолақтарға кесіп дайындап аламын. Қамырды кеспе өткізгіштен өткіземін.
Кесілген кеспелерді жарты сағатқа араларына ашып, сәл кепкенше қоя тұрамын. Сосын пакеттерге жұқалап салып, мұздатқышқа қатырамын. Сорпа дайындағанда қажетті бөлігін алып, қайнап тұрған сорпаға сап пісіремін. Енді ораманнан дайындайтын боламын. Алдымен жұмсақтау етіп, қамыр илеп аламын. Қамыр тыңғанша салмасын дайындайтын боламын. Тартылған етке пияз турап, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамын. Тыңған қамырды 3 бөлікке бөліп жаямын. Жайылған қамырға сәл сұйық май жағып, салмасын салып орайтын боламын. Пісіретін кезде мұздатқыштан шығарып, ерітпей май жағып, мантаваркада пісіре беремін. Келесі дайындайтын тефтели. Тартылған етке шала піскен күрішті, блендерден езіп алған пиязды, бір жұмыртқаны, дәміне қарай тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Енді домалақта форма келтіреміз. Тақтайға пленка төсеп, мұздатқышта қатыратын боламыз. Тефтелілерді дайындайтын кезде пеште немесе қазанда ерітпей пісіре берсеңіздер болады. Егер де видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.